Біз мына қатысымдық оқытудың қазақ тілінде шынайы өмірде нақты қарым-қатынаста қолдану маңызды деп айтып өткіміз келеді. Және мұнда қандай тілдік жағдаяттарға негізделген әдістерді қолданылуға болады екен? Бұл қатысымдық ойындар. Тіл үйренушілер арасында жағымды орта қалыптастырып, сөйлеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Топтық ойындар арқылы фонетикалық, лексикалық және грамматикалық дағдылар қалыптасады. Оқушылар түгел қатысып, белсенділік артады. Жағдаяттық тәсілге келетін болсақ, бұл тілдік қарым-қатынасты шынайы ортаға жақындатып, сөйлеуге деген қызығушылықты арттырады. Рөлдік ойындар оқушыны кейіпкер рөліне енгізіп, тілде еркін сөйлеуге, дұрыс сөйлеп айтуға, қиял мен сыни ойлауды дамытуға көмектеседі. Бұл ойындарда оқушылар әрекет жасай отырып, шынайы қарым-қатынасқа түседі. Енді бұл жерде мысалы бауырсақ ертегісін алып айтатын болсақ, балалар бауырсақ ертегісінде рөлдік ойында керемет өздерін жақсы көрсетіп, қызығушылықтарын байқатты. Енді әртүрлі ертегілерді, тіпті қарапайым әңгімелерді жаңағы рөлдік жағдаятта өткізуге болады екен. Балалардың ойынға деген қызығушылығы жоғары екенін осы жерден байқаймыз. Енді біз ауызша сөйлеуді дамытуда қолданылатын ойын түрлерін атап өтсек, бұл кім жылдам ойыны, бұнда сөз қоры белсендіреді. Мысалы, мұғалім аталған сөзге қарсы сөз табу керек. Суретті сипаттау, мұнда сипаттау сөйлеуін дамытады балалардың тілін. Суретке қарап сөйлем құрайды балалар бұл кезде. 30 секунд монологтық сөйлеуді дамыту. Тақырып бойынша 30 секундта бала сөйлеп шығу керек. Мен кіммін? Сұрақ жауап сөйлеу. Бала өз туралы сипаттама береді. Сыныптағы оқушылар сұрақ қояды. Мысалы, мен кіммін дегеннің орнына балаларға басқада, мысалы, бір оқушыны алып, сыныптағы оның қандай қасиеттері, ерекшеліктері бар, соны балалар айтса, қалған балалар соны тауып, ол баланың кім екенін айтады. Содан кейін қайда, не бар, кеңістіктің байланысты сөйлеу. Бұл жерде сынып бөлмесін сипаттау, немесе жаңағы саябақта жүріп саябақты сипаттау, тіпті өзіміздің қаламызды сипаттау, тіпті мектепті сипаттау деген сияқты кеңістікті сипаттауға арналған тапсырмаларды құбылтып, әртүрлі ғып беруге болады екен. Келесі бізде сөйлеу тілдерін дамытуға арналған тапсырмалар түрлеріне тоқталып өтейік. Бұнда рөлдік ойындар, мысалы алтын балық ойынын алайық. Мақсаты қалаурай түрін жаттықтыру. Бұл жерде біз қалаурай туралы ешқандай сөзде айтпаймыз, бірақ та бала сол қалаурайдың қалай жасалатынын өзі үйренеді. Мысалы, ойын шартына тоқталып өтсек, бір оқушы алтын балық болады, екінші оқушы тілек білдіруші болады. Ол үш тілегін айтып, алтын балықты көндіру керек. Мысалы, алтын балық неге солай деп сұрақ қою мүмкін, сен нені қалайсың деп сұрақ қою мүмкін. Сонда бала өзінің не қалайтынын айтады. Мысалы, мен үлкен үйде тұрғым келеді. Неге үлкен үйде тұрғым келеді деп сұрайды балық. Себебі мен отбасыммен бірге тұрғым келеді дейді. Сол сияқты басқа да парталас баламен, мысалы, мен бірінші қатарда отырғым келеді сыныпта деген сияқты кез келген тақырыпта баланың қалауы бойынша сөйлесім түрлерін өзгертуге болады екен. Содан кейін жаңа мектептегі жағдай ойынына келсек, бұнда да түрлендіріп отыруға болады. Мына бір мысалы, оқушы рөлінде және мұғалім рөлінде ойнауға болады. Жағдаят қандай? Сен басқа қаладан көшіп келіп, жаңа мектепке қабылдандың. Сынып жетекшісімен бірінші рет сөйлесіп тұрсың. Мысалы, диалог. Сәлеметсіз бе? Мен жаңа оқушымын. Менің атым Саша. Сәлем, Саша. Қош келдің. Қай қаладан келдің? Мен Теміртаудан келдім. Сабақ нешеде басталады деп сұрауы мүмкін бала. Сонда сабақ сағат 8-де басталады. Бүгін сен жаңа сыныппен таныстырамын. Мен өте қуаныштымын деп бала жауап беріп үйрену керек. Бұның барлығы да жаңағы ең басында тілдік жағдайларды осындай үлгі ретінде балалармен таныстырып үйретеміз, әрине. Содан кейін барып бала осылай сөйлеп үйренеді. Мысалы, дәріханада, дүкенде деген тақырыптарды алып, сөйлеу формаларын балаларға
нақты түрде үйретуге болады. Келесі біздің тоқталатын жаттығудың түрі тілдік үлгілерді меңгерту арқылы сөйлеу. Мұнда жаңағы айтып өткен диалогтың тағы ерекше бір түрі, бұл диалог емес, бірақ бұны модель сөйлемдер деп алдық біз. Бұл менің кітабым десе, өзгерту түрін бұл менің сөмкем дейді. Мен мектепке барамын дейді, мен дүкенге барамын, мен саябаққа барамын дейді. Ауа райы жылы, ауа райы салқын деп айтуы мүмкін, осы жерде. Тағыдай басқа да сөйлемдерді ауыстырып, тілдік үлгілерін қолданып, баланың тілге деген қызығушылығын арттыруымызға болады. Келесіге тоқталайық, бұл сызба арқылы ой айту. Менің отбасым. Мысалы, мынандай сызбада суреттер арқылы беріледі және тілдік жаңағы элементтері беріледі. Мысалы, жұмыс істейді, бізге қамқор, күшті, ақылды. Бұл кім туралы болуы мүмкін? Бұл әке туралы, менің әкем, мысалы, жұмыс істейді, менің әкем бізге қамқор, ол күшті, ақылды деп сипаттап үйренеді. Мысалы, ана туралы айтуға болады. Менің анам жұмыс істейді, мейірімді, әдемі, ақылды менің анам деп. Менің анам дәмді тамақ пісіреді деп сөйлем тіркестерін айтуы, сөйлем құрауы мүмкін. Тағы да бір суретке қарайтын болсақ, бұл мысалы ағасы туралы айтса, немесе досы туралы айтса. Менің ағам мысалы бірі 2-ші сыныпта оқиды, 3-ші сыныпта оқиды. Менің ағам анама көмектеседі, ол маған қамқоршы деген сияқты. Келесі тақырыпқа тоқталайық. Бұл мәтінді өзгертіп әңгімелеу жаттығулары. Мәтінді өзгертіп жаттығуды орындау барысында, мысалы, мен таңертең ерте тұрамын, жуынған соң таңғы асымды ішемін, сөмкемді дайындап мектепке асығамын, сабаққа кешікпей келемін, мұғалімнің айтқанын тыңдаймын деген диалогтық сөйлемдер тұр. Осыны керісінше 3-ші жақтан айтылып, мынау Аслан таңертең ерте тұрады деген сияқты үлгі беріп, енді бұл сөйлемдерді 3-ші жақта айтып шығу керек оқушылар. Бұған күнде дағдыланады бала. Енді бір тағы жаттығудың түрі, бұл лабиринт кесте бойынша мәтін құрау. Бұл балаларды өте қызықтырады. Мақсаты оқушы сөздердің мағынасын оңай түсінуге дағдыланады. Сөйлемде сөздердің дұрыс ретін біліп үйренеді. Нәтижесінде оқушы әр сөздің мағынасын түсініп, сөйлемді дұрыс құрай алады. Құрған сөйлемдерінен шағын әңгіме айтып береді. Мұнда мысалы біз басында мәтін мен тыңдалым мәтіні болсын, оқылым мәтіндері болсын, не істеді, кім, не, қандай, неше, қашан деген жаңағы тіркестерді алып, оқушылар өздері басында осыған жауап беретін сөздерді жазады. Содан кейін барып мәтінмен жұмыс істеп болғаннан кейін өздері сөйлемдер құрап үйренеді. Дайын кесте бересіз осылай сөздермен, сонда олар сөйлейді. Мысалы, көктемде оқушылар орманға саяхатқа барды, таңертең олар бір биік ағашты көрді деген сияқты сөйлемдер айтуы мүмкін. Жазда әдемі гүлдер жинадым деген сияқты кез келген сөйлемдерді айтуға болады. Ендігі біздің тоқталатынымыз бұл грамматиканы қарым-қатынас жағдаятында меңгерту тапсырмаларына тоқталып өтейік. Бұл жерде жаңағы шақ түрлерін меңгеру, ертең, кеш ойыны мысалы. Бұл жерде балалар шеңберге тұрады, бір-біріне қарама-қарсы. Сол жерде балалар бір-біріне сөздер айтады. Шеңбер бойында тұрып, мен ертең доп ойнаймын десе, қарама-қарсы тұрған бала, мен кеше доп ойнадым, ертең кітап оқимын дейді. Мен кеше кітап оқыдым, ертең кино көремін деген сияқты бір-біріне қарама-қарсы жауаптар айтып тұрады. Сонда балалар жаңағы сөздерді ертең, бүгін, бүрсігүні немесе жылға байланысты, уақытқа байланысты, мезгілдерге байланысты сөздерді атап қолданып үйренеді. Енді сіздермен менің айтқым келетін тағы бір тоқталайын дегенім көмекші платформалар. Қандай біз платформаларды қолдандық осы сабақтарда, тапсырмаларды үйретуде. Енді бұл жерде мен бір ерекше тоқталғым келетіні, бұл жаңағы Geniali платформасы. Бұнда балаларға жаңағы
жаңа сөздерді үйретуге таптырмайтын бір жақсы тапсырмалар жасауға болады. Мысалы, суреттерді қойып, суреттің жанына жаңағы тақырыптардың артына жазылады. Суретті ашқан кезде оның баламасы аудармасы шығып тұрады. Ендігі келесі біздің қарайтынымыз бұл менің ерекше жақсы көретін платформаларым бұл Simple Class, жаңағы шырағай және Quizlet. Бұл барлықтарыңызға да жақсы белгілі. Соның ішінде шырағайға ерекше тоқталғым келеді. Бұл біздің қазақстандық платформа білім беру саласындағы, және бұнда жасанды интеллект бар, ыбырай бот деген. Соған да өзіңіздің тапсырмаларыңызды беріп, және жаңағы қымжы тапсырмаларын дайындап орындауға үлкен көмек беретін әдістемелік құрал. Енді маған сіздердің сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Сосын рахмет сіздерге осы әдістемелік шеберлік сабағымызға қатысып, белсенділік танытып отырғандарыңызға. Рұқсат болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтуға болады. Мына жерде бұқар жырау дегенде олардың видеокамерасы жұмыс істемейді екен. Жақсы. Онда өздеріңіз кіріп әріптестер, Жар Тоқташынаға бүгінгі таңда бұл кісі әдістемелік құралын сіздерге алдарыңызға ұсынды ғой. Осы өздеріңіздің осы әріптестеріңізге пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Жақсы. Жанар Тоқташына қайырлы күн барлықтарыңызға, осы конференцияда қатысушылар. Мен даусым естіліп тұрған шығар, иә? Естіліп тұрады. Бүгін осы тәсілде жағдаят баланың қалыптастыруында беріп отырған мынау ақпаратыңызға көптен көп рахмет. Маған осының ішінде бір сұрақ туындап тұр да, мынау лабиринт деген кесте бойынша мәтін құрау, осыны бір қысқаша ғана тағы да бір түсіндіріп жіберсеңіз да, тамаша нәрсе екен. Мен бірінші рет бұндай лабиринт деген ғой. Мысалы, құрастыру вертикалды мәтінмен танысқаннан кейін бала осы сөздерді алдын ала біледі, сөйлеммен танысады. Сондықтан балаға бұл жеңіл түрде өтеді. Мысалы, біз мына сөздерді алып бермейміз, қолдарында ғана кесте болады. Не істеді, не, қандай, неше, қашан деген кесте ғана болады. Сол бойынша телефон, ой, не, дауыстарыңыз менімен жарысып жатыр, кешіріңіздер. Сонда мынау жаңа бір тақырыпқа байланысты сөздер беріледі. Сол сөздер бойынша бала жұмыс істеп, жаңағы білімін ары қарай бекітеді. Сондайға жақсы. Жетілдіреді дейсіз ғой, иә? Жақсы конференцияға көп нәрсе алуға болады екен. Маған ұнағаны именно сөйлеу жақ және маған өте ұнады. Рахмет. Келесі өте тамаша, ұнады. Ең оңтайлы жаңа әдіс тәсілдермен бөлісті.
жаһандык шыны өзү көптөгөн негизи жана платформалар менен колдонады. Және де кабинетинде ылгый балалар үчүн жанагы